Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге дәмі керемет болып шығатын коктейльдің рецептімен бөлісетін боламын. Небәрі 2 ғана минутымыз кетеді. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажет заттар, бұл бізге сүт қажет болады, 2 дана банан және йогурт қажет болады. Өзіміздің қалауымыз бойынша неше түрлі жеміс-жидектер пайдалансақ болады. Мысал ретінде алма, алмұрт, жүзім, яғни өзіңізге ең ұнайтын жеміс-жидектерді таңдап жасай берсеңіздер болады. Мен бананды пайдаландым. Жеміс-жидектерден бананның сыртынан ашып, осы блендерімізге бөліп салдым. Және де үстіне 2 осындай йогуртымызды салып шықтым. Және олардың үстіне сүтімізді құямыз. Менде сүт салқын сүт пайдаланған маған қатты ұнайды, дәмі де керемет болады. Және де өздеріңіз қалауларыңызша жылытып құйсаңыздар да болады. Салқын сүтімізді құйып болғаннан соң блендерімізді шайқайтын боламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, миксерді пайдалансаңыздар болады. Ол үшін шұңқыр ыдысқа осындай банан, йогурт, сүтімізді құйып, миксерлеп, жақсылап миксерлесеңіздер, коктейльге ұқсайтын болады. Екеуінде ешқандай айырмашылығы болмайды. Мінекей достар, біздің коктейльдеріміз дайын болды. Небәрі 2 ғана минутымыз кетті. Сіздер де жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда керемет рецепттер салатын боламын. Барлықтарымызға ас болсын.